my students, welcome to our English lesson. Сәлем құрметті тіл үйренушілер, ағылшын тілін сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымыз to be, яғни қазақшасы болу етістігі. Достар, to be негізінде бізде үш жақта қолданылады екен. Олар to be present, осы шақ, to be past, өткен шақ, және to be future, келер шақ. Біз сіздермен бүгін to be present, яғни осы шақта қалай айтылады, соны үйренетін боламыз. Бізбен бірге болуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Бәріміз білетін жіктеу есімдіктері. I есімдігіне біз міндетті түрде am көмекші етістігін қолданамыз. He, she, it немесе бір адамның есімі болған кезде біз is to be көмекші етістігін қолданамыз. We, you, they немесе екі адамның есімі болған жағдайда біз are көмекші етістігін қолданады екенбіз. Бұл бізде болымды сөйлем. Яғни I am, he is, she is, it is немесе Маржан is. Кеттік. We are, you are, they are, mom and dad are. Бұл болымды сөйлем. Енді болымсыз түрде қалай айтылады? Соған назар аударайық. Кеттік. Болымсыз түрде, достар, біз білеміз, бәрімізге белгілі not сөзі. Осы not сөзін am көмекші етістігінен кейін, is көмекші етістігінен кейін және are көмекші етістіктерінен кейін қолданатын боламыз. Бұл бізде болымсыз түрі. Ал сұраулы түрі, яғни question form, сұраулы түрде am, is, are көмекші есімдіктері мынау тұрған есімдіктердің алдына шығады. Оның қалай жасалуын қазір мысал арқылы үйренетін боламыз. Кет. Қазір біз сіздермен осы to be-дің осы шақ көмекші етістігіне сөйлем құрап үйренетін боламыз. Ең бірінші айдан бастайық, бәрімізге белгілі. Айға біз жаңа не жалғаймыз дедік? Иә, достар, айға біз am көмекші етістігін жазаймыз. Мысалы, I am a student. Мен студентпін. Енді мен студент емеспін деп қалай айтамыз? Ол кезде I am тек қана not сөзін жалғасақ болды. Қалғаны дәл солай жазылады. I'm not a student. Бұл бізде болымсыз түрі. Енді сұраулы түрінде жай ғана am көмекші етістігі алдына шығады, келесі I есімдігі жазылады. Қалғаны дәл солай еш өзгеріссіз жазылады екен. Бұл бізде сұраулы түрі. Біз, достар, сіздермен қазір am көмекші етістігіне мысал келтірдік. Енді is. Example. She is a doctor. Болымды сөйлем. Яғни ол дәрігер. Is көмекші етістігін қолдандық. Енді ол дәрігер емес деп қалай айтамыз? Ол кезде жай ғана not көмекші етістігін қолданады. She is not a doctor. Ол дәрігер емес. Бұл бізде болымсыз түрі. Келесі сұраулы түрінде is көмекші етістігі алдына шығады. Is she a doctor? Бұл бізде сұраулы сөйлем. Яғни ол қыз дәрігер ме? Келесі есімдік бізде are көмекші етістігіне. Are көмекші етістігіне сөйлем құрастыратын боламыз. Example. They are friends. They are friends. Олар достар. Енді олар достар емес деп болымсыз түрде қалай айтамыз? Әрине, not сөзін қолданамыз. They are not friends. Болымсыз түрі. Олар достар ма деп сұрайтын болсақ, are көмекші етістігі алдына шығады. Are they
friends. Бұл бізде сұраулы түрі. Яғни, құрметті тіл үйренушілер, to be болу етістігі сабағында біз осы есімдіктермен бірге, яғни am, is, are есімдіктерін дұрыс қолдана білсек болғаны. Егер сіздерге бүгінгі біздің сабағымыз түсінікті болса, осы сабаққа байланысты сөйлемдеріңізді комментарияға жазып кетулеріңізге болады. Біз сіздердің құраған сөйлемдеріңізді, мысалдарыңызды міндетті түрде тексеретін боламыз. Және келесі сабақтарда дәл осылай to be сабағының өткен шағын, to be сабағының келер шақтарында түсіндіретін боламыз. Ол үшін біздің каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Goodbye, my students!